Брюссельде дүниежүзілік туризм форумы ашылды. Жаһанның 70 мемлекетінің өкілдері жиналған шараға қазақстандық делегация да қатысып жатыр. Еліміздің Бельгиядағы елшілігінің қолдауымен форумда Қазақстан стенді қойылып, шетелдіктерге елдің туристік әлеуеті таныстырылды. Халықаралық туристік агенттіктер отандық компаниялармен ынтымақты арттыруға ынталы. Туризм толағай табыс көзі. Форумға жиналған 70-тен астам мемлекет өкілінің көздегені шетелден турист тартып мол табысқа кенелу. Апорт пен қызғалдақтың отанын, жылқы малы алғаш қолға үйретілген Қазақстанды көруге былтыр 15 миллионнан астам турист келген. Олардан ел экономикасына 1,2 триллион теңге пайда түскен. Сала мамандары биыл бұл көрсеткішті еселеуден үмітті. Біздің ең басты бағыттар ол маркетинг ілгерілету, сосын деловой туризм деп айтамыз, онда біз қазір ілгерілетіп жатырмыз. Содан да басқа Алматы қаласында 9 информациялық пункттер бар. Әр шетелдік турист келіп, өзіне қандай ақпарат керек болса, соны алып сұраса болады. Форумда көпшілік Қазақстан стендін, шағын киіз үйді тамашалап, ұлттық бұйымдардың тарихымен, елдің туристік әлеуетімен танысты. Шетелдіктерді Швейцарияны шаң қаптыратын шарын шатқалы, Көлсай мен Көкшедегі Бурабайдың көркі қызықтырып отыр. Меймандар қазақтың бауырсағы мен шоколадынан дәм татып, аспаздық өнердің қыр-сырына қанықты. Мына нанның дәмі тілі үйрет. Бізде де осыған ұқсас тағам бар. Біз африкалықтар Қазақстанның бай мұрасына, керемет дәстүрлеріне, гастрономиясына тамсанамыз. Бұл туралы бұқаралық ақпарат құралдарында жиі айтылады. Жақында Зимбабве мен Қазақстан туризмді дамыту бойынша ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. Бұл тәжірибе алмасуға тамаша мүмкіндік. Бүгін Қазақстан туралы танымым кеңейді. Елдеріңіздегі тұмса табиғатты, таңғажайып ландшафтты көру, мәдениеттеріңізбен танысу арманым. Болашақта сапарлаймын. Шетелдіктер тарихы терең мәдени мұрасы бай қазақ еліне саяхаттауға ынтық. 2 күнге созылатын шарада еліміздің Бельгиядағы елшілігі мен Алматы туризм өкілдері Қазақстанның туристік әлеуетін таныстыруды жалғастырып, шетелдік әріптестермен өзара ынтымақтастық туралы келісімге қол қоймақ. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Дүйсенбекұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Брюссель.